Söz salып отыр мына жақта. Söz salып отыр деп ойлап отыр. Söz салып отыр деп ойлап отыр. Екі балам бар. Қайдан бұл? Просто жігіттер алғыс айтып жатыр поддержку организацию мероприятий. Мен сыра солай түсіндім ғой. Содан кейін видеода приколға сөз салып отыр деп айттым ғой. Сосын сіз артқа қарадыңызда просто серьезно қабылдадыңыз, сосын ойлап қалдым. Сосын сұрап жатырмын, сөз салып жатырмын деп. Энерголига 2025 спартакиадасының ең соңғы матчы, соңғы ойын, соңғы кездесу, соңғы шайқас. Тағы да ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Эфирге кіріп қалсақ, Айдархан деп жазып жатқан жанкүйерлердің жазбаларын көріп жатырмыз. Сіздермен бірге Энерголига 2025 спартакиадасының футбол түрі бойынша ең соңғы ойына, соңғы матч, соңғы шайқас. Алаңда Энерголига 2025 спартакиадасының футболдан чемпиондары мен күміс жүлдегерлері Энергосистема және GPC көк жейдемен, Энергосистема ақ түсті жейдемен ойнауда. Осыған дейін шашасына шаң жұқтырмай, қарсылас шақ келтірмей келген Энергосистема 5 ойында 5 ұпай, 5 жеңіс, 15 ұпай алған болатын. Осындай жеңісті серияларын бүгін GPC тоқтата ала ма екен көреміз. Бірақ бұл матчта қандай нәтиже тіркелгенмен жарыстың нәтижесі өзгермейді. Яғни қосылғыштарын орын ауыстырғанмен қосынды өзгермейді деуге болады. Себебі Энергосистема чемпион болып қойды. Ұтылса да, ұтса да
Ал GPC екінші орын иеленді. Одан төменге кетпейді, жоғарыға да кетпейді. Осындай жағдай. Бастысы соңғы матчты жақсы көңіл күймен аяқтау үшін жеңіспен аяқтауға тырысады қос командада. Бірақ кімнің шамасы келеді екен оған көреміз. Әрине энергосистема қағаз жүзінде фаворит болып тұр матчтың алдында, бірақ мына жақта 2-1 шабуыл. Дастан Мырзин мен 11-ші нөмірдегі GPC ойыншысы Әлішер Сәбетов. Ойынның алғашқы минуттарында фолдар саны 2-1-ге жетті. Нұрланбек Напо дейді. Қауттайып соққысы Асқар Абилов, керемет асырған болатын, алайда сәл жетпей қалды. Бір нәрсені айқын біліп тұрмын. Осыған дейінгі матчтардағыдан қарағанда энергосистемаға ең ауыр қарсылас осы ойында болатын сияқты. Асқар Абилов Дастанға пас жеткізді. Керемет, және Дастан. Жақсы. Матч жаңа ғана басталды, есеп 0-0. Жанесов мырза. Бірақ матчтың алғашқы минуттарында GPC командасы энергосистеманы қыспаққа алып жатыр. Энергосистема бұндай қарсылық көрсетеді деп ойламай қалған сияқты. Бәлкім бір жағынан уақытынан бұрын чемпион болып қойғаннан кейін сәл сылбыр ойнап жатқанда шығар. Дастан Мырзин дәл қазір доппен. Волктарға қиын емес ойын дейді. Қасқырларға қиын емес дейді. Және матчта есеп ашылды. GPC матчтың есебін ашты. Гол авторы Әлішер Сәбетов. Есеп 1-0. Алға GPC. Осылайша Әлішер Сәбетов матчтың есебін ашып кетті. Кем Аслан? Энергосистема есеп теңестірді. Гол авторы Қуандық Оңайбаев. Есеп 1-1. Алға энергосистема. Құрмет жанкерлер, көріп отырсыздар, 1 минутта 2-1 гол. Алдымен энергосистема Қуандық Оңайбаев
есепті теңестірген еді, бір-бір қылып. Қарымта шабуылмен, келесі шабуылмен GPC қайтадан гол соғып есепте алға шығып кетті. Нұрланбек Аманжолов қателікке бой алдырды. Оны қарсылас ойыншысы сәтті пайдаланып кетті. Алғашқы гол соққан Сәбетов Әлшер екен, дубль жасады және тағы бір қауіпті сәт. Айдосов Ақнұр сәл жанып жатқан сияқты. Нұрланбек Курда есімен танымал футбол әлемінде Нұрланбек Аманжолов. Азат соққы жасау керек, көп тартып жатыр. Ойын тәртібі бұзылды. Самғат Аманжолов. Фолдар саны бойынша 2-2. Голдар саны бойынша қашан 2-2 болады екен, көреміз. Әлде 1-3 болып кетен ме? Камил Епифанов алаңға кірген екен. Стенкі құратын кезде кіргізіп тұр, өте дұрыс. Себебі Камил GPC сабындағы ең габаритті ойыншы. Нүктеде Азат Құдайберген. Комбинация болатын сияқты, себебі соққы жасайтындай ашық тесік көріп тұрғам жоқ. Дәл солай Айдарханның соққысы. Дубль авторы Әлшер Сәбетов доптың алдына тосқауыл қойды. Асқар Абил қорғаныста өте сауатты ойнауда. Аутты өздерінің пайдасына алып қалды. Және Айдархан, бұндай моменттердің барлығын голға айналдырып жүрген Айдархан бүгін қақпаның бағанымен шектелді әзірше сәттілік GPC жағында екен. Есеп өзгеріссіз. Ойын тынышталар емес. Айдархан өзі соққы жасады. Қақпашы Саев позицияны дұрыс таңдап тұр. Камил. Сәбетов. Айдархан. Азат сол қапталда. Оған қарсы әділет. Әлшер Сәбетов және Азат тартып алды допты. Пас өтпеді. Ақнұр допты тіреді. Әзірше ешқандай ойыншы ауыспай ойнауда. Тек қана Қуандық Оңайбаев ауысып кетті энергосистемада. Оның орнына Қастөре Нұрдәулет кірді. Қалған 3 ойыншы ауыспастан ойнауда. Ерік Қармысов кірді. GPC сапында 93 нөмірде Асқармен ойнайды. Асқар Камилге беруге болады. Бекнұр Қойшыбаев кірген екен. Камил қақпашыға соқ олмайды. Айдархан допта қалды және Аяп Асламбек пас беруде қателесті. Және GPC таймаут алды. Өте уақытылы алып тұр таймаутты. Есеп 2-1. GPC командасы таймаут алды. Есеп әзірге 2-1. Алда GPC. Алғашқы таймаут аяқталуына 9 минут уақыт қалды.
Матч қайта жалғасты. Азат Құдайберген оған қарсы Ерік Кармысов. Азат жеке дара. Дрейлинг жасауда. Алдап өткізіп берді пас. Алайда командаластары түйіндемей тұр. Нұрланбек алға шығып кетті. Қорғаныста әзірше сауатты ойнауда. GPC ойыншылары. Камил өзінің денесін қалай пайдалануда. 44 адам қарап отыр екен бүгінгі матчты. Қастөре Нұрдәулет топты өзіне ұзатып алды. Самғатқа қазір кейінге шегелген фол жазылатын сияқты. Азат қашан соққы жасайтын ойын бар. Айдархан. Оған қарсы Абилов Асқар. Айдархан ойлануда, қалай алдасам екен деп. Және соққы Ерік тоқтатты. Камил артқа емес алдыға ойнаймыз. Кармысов Ерік. Сауатты ойнауда, қорғаныста сенімді ойнауда. Егер GPC жеңіп кететін болса 12 паймен 12 пайға жетеді. Және өте жақсы көрсеткіш болады бұл. Азат. Қастөре Нұрдәулет. Бірден соққы жасау керек еді бұл жерде. Бұл жерде соққы қашан Азат соққы. Азаттың соққысын көтіп. Шашағарды. Замақтардың майын шеді екен Азат. Айдарханды қосты, бәлкім Айдархан жасайтын шығар соққы. Айдархан қарсы Сәбетов Әлжер. Ақыры доптан айырылды Айдархан. Дастан Мырзин. Керемет бас 1-1. Және бос қақпаға сауылмады Дастан. Осының зардабын шегесін ғой қазір. Аяп. Асланбек. Таласпаймыз, допқа таласпаймыз. Самғат. Сәбетов Әлжерді қолатып кетті. Аяп Асланбек. Және 3-ші фол екен энергосистеманың. 50 адамға жетті бүгінгі ойынды қарап отырған жанкүйерлердің саны. Және соққы. Дамир Муслим алаңда. Қуандық Оңайбаев болса тоқтата алмады. Және гол! GPC есептесінеді. Гол авторы Сәбетов Әлжер. Есеп 3-0. Әлжер Сәбетов хет-трик авторы атанды. Осылайша Әлжер Сәбетов 3-1 гол соқты. GPC монстр дейді. Монстр екенін дәлелдеуде әзірше. Оның ішінде Сәбетов Әлжер монстр екен. Жалғыз өзі 3-1 гол соқты. Ұзақ жүріп қалып жатыр энергосистема ойыншылары. Теппей неге асықтың Бекнұр Қойшыбаев. Мына жерден қалай гол салмақшысың? Не деген матч. Энергосистема
Бірақ бұнымен келіспейді, ол рас. Асықпау керек Ерік. Бекнұр доп жатып алды. Нұрланбектің пасы Айдарханға жетпеді. Энергосистема ойыншылары сәл абдырап қалған сияқты. Қақпан артында жиналған қалың көрермен, қалың жанкүйерлерді көріп отқан шығарсыздар. Айдархан. Және Айдархан гол соқты. Энергосистеманы орнатты. Есеп 2-3. Гол авторы Айдархан Жақсыбаев. Айдархан есеп айырмасын қысқартты. 2-3. Қанша эмоция, қанша әдемі голдар. Бірақ бұның барлығы не бары бірінші таймда ғана. Алдымызда әлі екінші тайм бар. Екінші таймда түрлі эмоция, түрлі драмалар, қызыққа толы, тартысқа толы сәттер болады деп күтеміз. Осылайша есеп теңесті. 3-3. Айдархан дубль авторы атанды. Азат Құдайбергеннен пас алған Айдархан керемет қабылдап, қақпашыны алдап, жеке дара гол соғып кетті. Айдархан мен Азатты тоқтату қиынның қиыны болып тұр қазір. Бекнұр соққы бола ма екен? Болмады. Есеп теңесті. Гол авторларын хабарлаймыз деп тамақ қарлықты. Есеп 4-3. Санаулы минуттарда энергосистема 3 гол соғып, 1-3 ұтылып жатырған энергосистема 4-3-ке өзгертті. Және бірінші таймның соңғы минуттарында матчтағы жағдайды түбегейлі өзгертіп жіберді. Екінші таймды күтеміз ағайын. Алысқа ұзамаймыз. Далаға шығып келетін ғана уақыт бар. 2 минут. Қайта келіңіздер.
Екінші тайм басталды. Есеп 4-3. Энергосистема және GPC арасындағы матч. Бірінші таймда екі команда бірлесіп 7 гол соқты. Қандай тартысқа толы болғандығын бізбен бірге болған жанкүйерлер біледі. Екінші тайм одан да қызық болатын сияқты. Тек бір команданың бірнеше голмен алға ұзап кеткенін қаламаймыз. Себебі біреу ұзап кетсе ойын сәл баяулап қалатыны сөзсіз. Сондықтан бізге тартысты ойын болған жақсы. Матчтың алғашқы минутында Әлчер Сабетов есеп ашқан болатын. Онан соң Оңайбаев Қуандық энергосистема сапындағы бір гол соғып есепті теңестірді. Онан кейін Әлчер Сабетов қайтадан гол соғып 2-1-ге жеткізді. Және Әлчер Сабетов сонан соң үшінші голын соғып GPC-ді 3-1 есебімен алға шығарып берген еді. Бірінші таймның соңғы минуттарында Айдархан дубль жасап 3-3-ге жеткізді. Және Қуандық Оңайбаев тағы да бір гол соғып есепті 4-3-тен бірақ шығарды. Осылайша 7-1 гол. Гол көрдік. Сіздермен бірге тағы да бір 20 минуттық тамаша ойыннан ләззат алатын боламыз қазір. Ендігі 18 минуттай қалған шығар. Азат Айдархан оң қапталда. Доп энергосистемада сақталды. Қуандық. Дастан Мырзин. Доп шығарып алды Азат. Айдархан қорғаныста да көмек беруде командасына. Тағы да бұрыштама. Айдархан сол қапталда. Және Қуандық хет-трик.
Gol soqdi. Esep 4-5. Gol avtori Alisher Sabetov. Alisher Sabetov poker avtori. Құрметті ағайын, командалар тағы да 1 минуттың ішінде, 30 секундтың ішінде бір-бірімен гол алмасып алды. Алдымен Қуандық Оңайбаев өзінің қоржынына хет-трик тіркеп, өзінің 3-ші голын осы матчтағы және Энергосистеманың 5-ші голын соққан еді. Есеп 5-3 болған еді. Қарымта шабуылмен GPC командасы гол соғып, бесе бармасы қысқартты және гол авторы тағы да Alisher Sabetov. Осылайша Қуандық Оңайбаев өзінің қоржынына хет-трик, Айдархан дубль тіркесе, Alisher Sabetov жалғыз өзі өзінің қоржынына покер тіркеді. Покер дегеніміз футболда 4 гол соқса айтылады. Қақпашы ойынға қосылған екен. Доп GPC-де сақталды. Және Бекнұр Қойшыбаев керемет алдаған еді. Сәл сәттілік жетіспей жатыр. GPC-де голға жақын. Он екінші номердегі Энергосистема ойыншысы ойынға дайын болмай шыққан сияқты. Дүйсенов Нұрлыбек. Оның орнына Дамир Муслим қайтадан алаңға кірді. Бекнұр Қойшыбаевтың қандай керемет шабуыл жасағанын көріп отырмыз. Және Энергосистема командасы тайм-аут алды. Ал Азаттың көзіне қарсылас ойыншысының қол тиіп кеткен сияқты. Есеп 5-4. Ойын енді қызып жатқан сияқты. Енді қызып жатыр дегенде ойын алғашқы секундтарынан бастап қандай темпте басталды, дәл сол темптен түспей келе жатыр. Бұндай матчтар күнде бола бермейді ағайын. Есеп 5-4. Алда Энергосистема. Энергосистема сапында 5 голдың 2-ін Айдархан жасаса, дубль жасаса, 3-ін хет-трик автор атанған Қуандық Оңайбаев салды. Ал GPC-дің қоржындағы 4 голдың 4-інде Alisher Sabetov салды. Осы ойынның үздік ойыншысы деп айтуға толықтай негіз бар.
Әлжер топ тартып алды. Және 3-2 шабуыл. Әлжер пентатрик авторы атануға сәл қалды. Ағайын, дәл солай Қуандықтың қоржынында покер тіркелді. Покер дегеніміз жоғарыда айтып кеттік. Бір ойыншы жалғыз өзі 4 гол соқса покер деп аталады. 3 гол соқса хет-трик, 2 гол дубль, 5 гол пентатрик. Матчта 10 гол соқылса, дәл қазір 6-4. Сол 10 голдың 8-ін 2 ойыншы соқты. Біреуі Қуандық Оңайбаев, покер авторы энергосистема сапында. Екіншісі Әлшер Сабетов, GPC сапындағы ойыншы, покер авторы. Және Қуандық пентатрик. Энергосистема гол соқты. 7-4. Гол авторы Қуандық Оңайбаев. Қуандықтың қосында пентатрик. Қуандық қосылайша пентатрик авторы атанды. Жалғыз өзі 5 гол соқты. Пентатрик осы чемпионаттағы, осы спартакиададағы менің білуімше биылғы спартакиадада алғаш рет болып тұрған жайт. Барлық ойында болдым, барлық ойында комментаторлық қызметтемін. Сондықтан бұндай болған жоқ, покерде тіркелген жоқ тіпті. Пентатрик тіпті жалпы тек қана биылғы спартакиадада емес, бұған дейінгі ойындарда да, жалпы спартакиадың тарихында болмағанда сияқты шамасы. Себебі пентатрик 5 гол соғу өте сирек кездесетін жағдай. Бір ойыншының 5 гол соғуы. Айдарханның жойқын соққысы. Әлшер Сабетов тойтарыс берді. GPC командасы сәл саябырсық болған сияқты. 7-4 деген сәл ауырлау болып тұр оларға да. Ойын тәртібі бұзылды. Айдос Вагнер самғат құлатып кеткен екен. Және тағы да гол. Энергосистема ойыншылары не ішіп алғандарын білмеймін. Қуандық Оңайбаев шығып кетіп еді. Басқа біреулер гол соқты. Кім, Аслан? Энергосистема гол соқты. Есеп 8-4. Гол авторы Ақтор Айдосов. Қастөре Нұрдәулет. Құрметті ағайын, есеп 8-4-ке жетті. Гол авторы Ақнұр Айдосов. Және Ақнұр тағы да доп тартып алды. Айдархан. Гол!
Осылайша есеп 9-4. Айдосов Ақнұр да дубль тіркеді. Айдосов Ақнұр өзі 1 минуттың ішінде дубль тіркеді. Самғат Аманжолы қақпаның бағанына тигізді. Бос қақпаны көріп қалған Самғат. Және Дамир Сұлтанғалидің соққысы да қақпаның бағанына тиді. 10 секундта 2 рет бағанға тигізу GPC-ге өте ауыр тиді деймін. Сәттілікте серік болмай жатқан сияқты екінші таймда. Бірінші таймда керісінше сәттілік GPC жақта болды. Дамир Сұлтанғалиді итеріп жіберді. Матчтың аяқталуына санаулы минуттар қалды. 1,5 минут қалған екен. Камиль Епифанов қақпашыға берді пас. Ал қақпашы соққы жасауға дайын емес. Есеп 9-4. Алда Энергосистема. Жалпы матчтың тағдыры белгілі болды. Тек есеп нақты қандай болатынын білмейміз. Кармыс Верк. Айдархан. Айдархан Ерік Кармысовке керемет бас жеткізді. Ерікке болса сәттілік жетіспей қалды. Матчтың соңғы минуты басталып кетті. Қастөрен Нұрдәулет ауттан дұрыс бастаған жоқ. Және доп GPC ойыншыларын ауысты. Самғат қақпашымен. Нұрланбек өзі гол соққысы келді. Ойыншылары гол соқып болған шығар. Камильге доп жетпей қалды және матчтағы соңғы бұрыштама сияқты. Камиль Епифанов. Осы бұрыштамадан кейін төреші ысқыратын сияқты болып тұр. Және солай. Төреші ысқырды. Осымен футболдағы соңғы матч аяқталды. Энергосистема чемпиондықпен құттықтаймыз. Екінші орын GPC, үшінші орын Интергаз Орталық Азия. Аман болыңыздар ағайын, сіздермен бірге болған мен Сәрсенбаев Нұрпейіс.